Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге теңге гүлінің пайдасы жайлы айтатын боламын. Бұл гүлді көптеген адамдар үйде ұстайды, бірақ олар оның қандай пайда келетінін білмейді. Егер білгіңіз келсе, видеоны мұқият тыңдап достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Теңге гүлінің пайдасы, немесе жүзім гүлі. Бұл көп жылдық шөптесін өсімдік, оның ғылыми атауы калистегия. Бұл гүлдің медициналық қасиеттері мен пайдасы ұзақ уақыт бойы қолданылып келеді. Теңге гүлі көбінесе халық медицинасында және дәрілік өсімдік ретінде пайдаланылады. Оның қолданылуы туралы мәліметтер. Теңге гүліне тән пайдалы қасиеттер. 1. Қабынуға қарсы әсері. Теңге гүлі қабыну процестерін жеңілдетуге көмектеседі. Әсіресе буындар мен тері қабынулары кезінде оны қолдану тиімді болуы мүмкін. 2. Жараларды емдеу. Теңге гүлі тері жараларының жазылуына ықпал етеді. Оның құрамындағы табиғи заттар терінің регенерациясын жеделдетеді, сондықтан оны жараларды, күйіктерді емдеуде қолдануға болады. 3. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту. Гүлдің тамырларынан дайындалған тұнбалар асқазан мен ішек ауруларын емдеуде пайдаланылады. Ол асқазанның қышқылдығын реттеуге, іш қатуы мен асқазанның ауырсынуын жеңілдетуге көмектеседі. 4. Жүйке жүйесіне пайдалы әсері. Теңге гүлі жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқысыздықты емдеуге көмектеседі. Оның құрамындағы белсенді заттар жүйке жүйесіне жеңіл әсер етіп, стресс пен мазасыздықты азайтады. 5. Қан айналымын жақсарту. Теңге гүлі қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Бұл әсіресе жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алу және емдеуде пайдалы болуы мүмкін. 6. Қабынуға қарсы әсері. Гүлдің құрамында табиғи қабынуға қарсы қасиеттер бар. Ол тыныс алу жолдарының қабынуын жеңілдетіп, вирустық ауруларға қарсы қолданылуы мүмкін. 7. Денедегі ісіктерді азайту. Теңге гүлі кейбір ісіктерді, мысалы, лимфа түйіндеріндегі ісіктер азайтуға көмектеседі. Бірақ бұл үшін оны дәрігердің кеңесімен пайдалану керек. Қолданылуы. Тұнбалар мен қайнатпалар. Теңге гүлінің тұнбалары немесе қайнатпалары ішек пен асқазан ауруларын емдеуде, сондай-ақ тері ауруларын емдеу үшін қолданылады. Сыртқы қолдану. Жараларды, күйіктерді, қабынған теріні емдеу үшін сыртқы қолдану үшін гүлдің тұнбалары немесе қайнатпалары пайдаланылады. Қабынуға қарсы майлар. Гүлдің жапырақтары мен гүлдерінен дайындалған майлар тері ауруларын емдеуде, сондай-ақ буын ауруларын жеңілдетуде қолданылады. Ескерту. Теңге гүлі халық медицинасында қолданылады, бірақ оны дәрігердің кеңесімен қолданған жөн. Өсімдікке аллергия немесе басқа да жағымсыз реакциялар пайда болуы мүмкін. Теңге гүлін пайдалану кезінде оның дозасын дұрыс сақтау маңызды. Артық пайдалану кері әсерін тигізуі мүмкін. Теңге гүлі бұл халық медицинасында жиі қолданылатын пайдалы өсімдік. Ол қабынуға қарсы, жараларды емдейтін, асқазан ішек жолдарын жақсартатын және жүйке жүйесін тыныштандыратын қасиеттерге ие. Бірақ оны дәрігердің кеңесімен пайдалану өте маңызды, себебі әрбір адамда жеке реакциялар болуы мүмкін.